Сәлем құрметті тігін сүйер ханымдар. Бүгін түзу юбканы оңай тәсілмен қысқа уақыт ішінде тігуді үйренетін боламыз. Ол үшін бізге екі өлшем қажет болады. Бел айналасы және бойы қажет болады. Ең алдымен юбкамыздың белдігін қиып аламыз. Белдігіміздің ені бізде 6 см, яғни оны 2-ге бүктегенде 12 см болу керек. Ал енді белдіктің ұзындығы бел айналасының ұзындығына 10 см қосып аламыз. Себебі бізде белдігіміз резина болады. Енді юбкамыздың негізгі бөлігі алды, артыны кесіп алатын боламыз. Ол үшін бел айналасына 2 см қосып аламыз тігіске. Кеңдігін өз қалауыңыз бойынша алсаңыз болады. Бізде түзу юбка болғандықтан мен 5 см қосып алдым. Біздің юбкамыз екі бөліктен тұрады. Негізгі бөлігі және белдігі. Осылай қиып алғаннан кейін машинкамен екі жағынан тігіп аламыз. Екі жағынан тігіп болған соң оверлок немесе зигзагпен өңдеп шығамыз. Осы жерде айта кететін ақпарат, зигзагпен өңдаған кезде настройкасы тура мен көрсеткендей болуы керек. Одан кейін зигзагпен өңдаған кезде осы жіптер шығып қалады. Бұлардың барлығын қайшымен кесіп алып тастаймыз әдемі етіп. Сол кезде оверлокпен өңдағандай болып әдемі болып шығады. Одан кейін белдікке резина кесіп аламыз. Резинамыздың ені менде 4,5 см. Бұны өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Белдіктің қалыңдығына байланысты. Ұзындығы беліміздің өлшемімен бірдей болмайды. 5 см аз аламыз. 10 см бойынша. Себебі резина белді қысып тұруы керек. Енді белдігін бір-біріге ұлап, жанын тігіп аламыз. Енді белдіктің ішіне резинаны орналастырып, тігісіне келтіріп, юбканың жанындағы тігісіне сәйкестендіріп, инамен түйреп аламыз. Белдіктің ортасына тауып алып белгілейміз. Бұл ортасында юбкамыздың екінші бөлігіне, екінші жанындағы тігісіне сәйкестендіріп, инамен түйреп аламыз. Осылайша айналдыра отырып тігіп шығамыз.
bir ret aylantirib tikdim. Endi tigizimiz sapal bo'lib chiqishi uchun tag'i bir ret tigib chiqamiz. Aylantirib tigib bo'lgandan keyin zigzagben aylantirib o'nglab chiqaman. Artıq jibi qolib ketsa, chiqib qolsa tag'ida kesib chiqamiz. Sol kezde overlockben o'ngdaganday bo'lib, adin bo'lib chiqadi. Oslaycha overlock bo'lmasa-da, kes kelgan kiyimni oslay zigzagben o'ngdauga bo'ladi negizi. Bo'lgandan keyin tigizimizni tigib bo'lgandan keyin rezinani o'rtasida bir tigiz tushirib, rezinani tartib o'tirib, bir tigiz tushiramiz. Bu rezinani aynacha bizning kepkamiz bitdi. Endi etagini qaytarib o'zimizning qalamiz bo'yicha qaytarsak bo'ladi. Sizlar deb ikki deb qaytarsak bo'ladi. Demasa, mana yerini overlock deb bir ret qaytarib qo'ysak bo'ladi. Sizlar aylantirib deb chiqamiz. Men jardayimda men ikki deb qaytaraman. O'tirib, tartib o'tirib, deb chiqamiz. Osman dayan. Tutab chiqamiz endi bo'ldi. Osman yukamiz dayan. Shunday adib chiqdi.